Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін екі түрлі салмасы бар булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүтімізді жұмыртқа, ашытқы салып, татымына қарай тұз, қант саламыз, ерітілген сары майды құйып, барлығын бірге жақсылап венчикпен араластырамыз. Біздің булочкаларымыз үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығуы үшін ситадан немесе електен ұнды өткізіп, осы алғашқыда азғантай салып венчикпен араластырамыз. Қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз үлкен болып көтеріліп шығады, сол үшін үлкенде ыдысқа май құйып, қамырымызды ішіне салып, бетін целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз неге біздің үлкен болып көтеріліп шықты, қолымызды майлап, қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Үш бөлікке бөліп болғаннан соң осылай зуалалап бетін жауып қоямыз. Кейін бір қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөліп болғаннан соң қамырымызды дөңгелек етіп жасап шығамыз. Бетін жауып, бір-бірден шетінен алып, бетіне кішкене ұнды сеуіп, жайып шығамыз. Жұқа етіп жаямыз. Кейін ортасын осылай пышақпен кесіп шығамыз. Арасына өзіңіздің қалауыңызша мүйіз, жаңғақ салсаңыз болады, қанат, курица салып жасасаңыздар да болады. Мен жидекпен жаңғақты араластырып салдым, немесе арасына ештеңе салмай май жақсаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай орап шығамыз. Арасы міндетті түрде пісіп шығады. Ол жағын уайымдамаңыздар. Неге осылай дөңгелек етіп шығамыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін алып, дөңгелек етіп, қатты жұқа емес, қалың емес, орташа етіп жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң пышақпенен осылай 3 бұрыш етіп барлығын кесіп шығамыз. Салмасына мен вареный сгущенка салып шықтым. Өзіңіздің қалауыңызша ортасына шоколад жақсаңыздар, нутелла жақсаңыздар да болады. Біздің булочкаларымыз әдемі болып, ұзар қалдырып шығуы үшін осылай қамырымыздың ұшын пышақпен кесіп шықтым. Барлығын жасап болғаннан соң беттеріне осы жұмыртқаның сарысын жабып шығамыз. Рогаликидің үстіне күнжіт пен макты араластырып сеуіп шықтым. Қызып тұрған 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Міндетті жасап көріңіздер, аз болсын.